Бүгінгі тақырыбымыз аритмиялар. Жалпы аритмиялар дегеніміз ол жүректің ритмінің бұзылуы. Яғни оларды біз екі бөліп қарастырамыз. Қарынша үстілік және қарыншалық аритмиялар деп. Яғни қарынша үстілік дегеніміз ол жүрекшеде болуы мүмкін, немесе синатиалды түйіндегі бір өзгерістерге байланысты болатын аритмияларды айтамыз. Қарынша үстілік аритмияларға не жатады? Синусты тахикардия және брадикардия. Одан бөлек жүрекшелік тахикардия, жүрекшелердің фибрилляциясы, жүрекшелердің трепетаниясы және реэнтри тахикардия. Бұл немесе АБ түйіндік суправентрикулярлы тахикардия деп айтады. Және тахикардия с дополнительными путями проведения. Бұған біз Вольф Паркинсон Уайта синдромын жатқызамыз. Бұлардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Және одан бөлек бізде қарыншалық аритмиялар болады. Оған желудочковая тахикардия, торсадос де Бойнс және желудочковая фибрилляция, яғни қарыншалардың фибрилляциясы жатады. Әрқайсысына енді жеке тоқталатын болсақ, олардың бірінші сыртқы бейнесін қарап көрейік. Мысалға, қарыншалық тахикардия кезінде мынандай рип дейді ғой, яғни мөр тасқа ұқсас қарыншалардың тез соғуын байқауымызға болады. Міне, көріп тұрсыздар ғой, осындай бір бейнеде кете береді. Олар томстоун, яғни мөр тасқа ұқсайды. Олар өте қорқынышты тахикардиялардың бірі, себебі олар өлімге дейін алып келуі мүмкін. Одан бөлек синусты тахикардия, яғни ешқандай патология жоқ, барлық ритм бұзылмаған, тек неге біз бұны аритмия жатқызамыз? Себебі жүректің соғу жиілігі артып кеткен. Сол үшін бұл аритмияға жатқызылады. Just a fast rate, яғни тек қана тез соғады соның әсерінен. Одан бөлек қарыншалық фибрилляция, ол уже келетін импульс бізде қарыншаларда пайда болады. Жүректің соғуынан ешқандай әсер болып жатқан жоқ. Яғни импульс әлсін өтеді дегенді білдіреді. Келесі кезекте жүрекшелердің фибрилляциясы. Бұл кезде ритмнің бұзылысын айқын байқауға болады. Егер эртішелердің қашықтығын қарайтын болсаңыздар, мына жерде өте қысқа, одан кейін алыс болып кеткен. Және осындай көріністі байқаймыз. Олардың араларынан біз пыт шесін көре алмаймыз. Яғни жүрекшелер соғып жатыр, бірақ импульстің АБ түйін арқылы қарыншаларға өтуі нашарлаған. Яғни 7 рет немесе 8 рет импульс синатиалды түйінде пайда болатын болса, оның 5-еуі, оның 2-еуі, 3-еуі өтуі мүмкін. Яғни бұл жерде жүректің соғу жиілігі артады уже, 200-ге дейін бару мүмкін. Одан кейін экстрасистолалар, яғни преждевременное сокращение желудочков, экстрасистола деп айтуға болады қарыншалардың. Ол осындай қалыпты пи-QRST комплекстердің арасында осындай түрі өзгерген комплекстермен көрініс береді. Бұны біз экстрасистолалар деп айтамыз. Мына жерде оларды біз одан кейін асистолия, ол бізде тек изолинияның бойында осындай сызықтың болуы, ол уже өте ауыр жағдай. Оны біз нешоковый ритм деп айтамыз. Келесі кезекте жүрекшенің трепетаниясы. Яғни ол дегеніміз жүректе бізде ЧСС 300-ге дейін артады, және жүрекшелер мардымсыз немесе бір пайдасыз түрде көбірек соғатын болады. Яғни ол жерден жүрекшедегі импульстің барлығы қарыншаларға өте бермейді. Соның әсерінен бізде ара тәрізді пыт шешелердің жиі орналасуы байқалады. Олар былай қарасақ араның тістеріне ұқсас болып келеді. Одан кейін мысалы ретінде қатынасы 5-1, 6-1 болуы мүмкін. Мысалы 300 рет минутына импульс өтетін болса, соның ішінде 5-1 болса қатынасы, яғни 5 рет жүрекше және 1 рет ішінде қарынша импульсті өткізетін болады. Бұл жерде бір ерекшелігі, жүрекшенің фибрилляциясы кезінде ритм бұзылатын болса, мына жерде бізде ритм сақталады. Яғни эртішелерінің қашықтығы тең болады. Одан кейін бізде синусты брадикардия. Ол түсінікті болады деп ойлаймын. Яғни жүректің соғу жиілігі бәсеңдейді, соның әсерінен ритм бұзылады. Ритм бұзылды деген кезде оның нақты жүректің соғу жылдамдығы төмендегендіктен бұл жерде ритмнің бұзылысы байқалып тұр.
мына жерде мысалдарды қарасақ болады. Мына жүректің трепетаниясы, мына бізде подшелердің соғуы, көрінген 300 рет минутына соғуы мүмкін. Ритм бізде регулярный, араның тісі тәріздес деген деп жазған. Сосын қарыншалардың тахикардиясы. Бұл жерде ерекшелігі, яғни QRS комплекстері 0-12 секундтан ұзақ болады. Бұны біз қарыншалардың фибрилляциясынан ажырату керек. Яғни қарыншаның фибрилляциясы кезінде бізде QRS комплексінің ұзындығы 0-12-ге жетпейді. Яғни осылай ажыратсақ болады. Өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Бұлай жүректі сызып көрсетсек, мынау бізде камералары, сол жақ, оң жақ, және мына жерде қарыншалар. Жүректің фибрилляциясы немесе трепетаниясы кезінде белгілі бір, яғни нақты локализация айтатын болсақ, яғни төменгі жоғары қуысты веналардың жүрекшеге құятын жерінде патологиялық ошақтар, яғни пейсмейкерлер пайда болады. Солар өздігінен импульсті бастайтын болады, яғни өзіңнен импульс шығарады. Соның әсерінен жүрекшелер жиі соғып, сол 5-6 импульстің біреуі ғана қарыншаларға өтетін болады. Мынау бізде пейсмейкерлер, пейсмейкерлерді осылай қызылмен белгілеп қойдым. Мынау осылай импульсті өткізіп жатқан пейсмейкерлер. Енді ең күрделі деп те айтсақ болады. Бұған тағы да бөлек сабақ түсіруге болады. Бұл суправентрикулярлы тахикардия. Бұны немесе атриовентрикулярлы узловой реэнтри тахикардия деп айтады. Бұл жерде қандай ерекшелік бар? Яғни мына жерде жүрекшенің трепетаниясы түрінде мысалды келтірген. Мынау төменгі қуысты вена, мынау форамен овали и мынау синус. Пейсмейкер, яғни импульстің жүру бағытын сары түспен белгілеп қойған. Осылай импульс айналып жүре береді. Яғни бұны реэнтри деп айтады. Яғни бізде мынандай АБ түйіннің жолы, мына жерде бізде жүрекше, мына жерде қарынша. Жалпы импульс аяқта синатриалды түйіннен пайда болады. Сол жүрекшені өтіп, мынау АБ түйінге келеді. АБ түйінде бізде екі түрлі жол бар. Яғни оны біз тез жол және баяу деп екі бөліп қарастырсақ болады. Тез жол арқылы барлық импульстар өтетін болады. Бұл қалыпты да, барлық импульстер міне осылай АБ түйінінің бойымен қарыншаларға өтетін болады. Баяу жолда бізде бар, оның қызметі қандай? Егер жүрекшеде патологиялық ошақ, яғни пейсмейкер немесе синатриалды түйінде экстрасистола пайда болатын болса, бізде тез жолдың қайтадан қалпына келу уақыты ұзақ. Соның әсерінен ол тежеліп қалады. Яғни блокироваться ететін, дәл осы жерде блок болады. Яғни тез жолдың қалпына келу ұзақтығы баяу, бірақ баяу жолдың медленный путь. Баяу жолдың қалпына келу ұзақтығы тезірек. Сол үшін осы қосымша пейсмейкерлерден пайда болған импульстар және де экстрасистолалар көбінесе баяу жол арқылы өтетін болады. Яғни мына жерде бізде блок тұр, сол үшін барлық экстрасистолалар баяу жол арқылы өтеді. Осылай келеді, қарыншаға олар импульсті береді, бірақ реэнтри болғандықтан, яғни бұл баяу жолмен басталғандықтан олар қайтадан обратно АБ түйіннің басына барады. Дәл осы секілді цикл жүре береді. Осылай басына келеді де қайттан жүрекшелерге импульс беріледі. Соның әсерінен бұны біз суправентрикулярды деп айтамыз. Яғни импульс, жүрекшеде пайда болған импульс қайтадан жүрекшеге барады. Соның әсерінен подшелері QRS комплексіне қосылып кетеді. Яғни екеуі в одно едино дейді ғой. Біз оны ЭКГ-да ажырата алмаймыз. Сосын қайтадан подшесіне берілгеннен кейін қайтадан осылай айналып жүре береді. Осыны біз реэнтри суправентрикулярды тахикардия деп айтамыз. Патогенізді түсінікті деп ойлаймын. Енді мысалын қарап көрейік. Мына жерде бізде QRS комплекстері тұр. Бірақ біз бұл жерден подшесін ажырата алмай жатырмыз. Мына жерде подшесі осы, және бұл тахикардия болғандықтан
бізде QRS комплекстері суженный болады, яғни суженный болады, и ретроградный қайтадан артқа кетіп жатыр бізде, бағанағы реэнтри арқылы қайтадан шешелеріне барып жатқандықтан кейбір кезде шешелері осылай QRS комплексінен кейін отрицательный болып көрінуі мүмкін. Бірақ көп жағдайда QRS комплексінің өзіне кіріп кетеді. Тағы да ажырата бұл суправентрикуляр тахикардияны ажырату бізге қиынға соғады. Сол үшін кейбір мысалдары көрсетілген, андай подсказки дейді ғой. Мындай псевдо-S пайда болады бізде екінші отведениеде, немесе В1-де псевдо-R деген секілді осындай көріністерін байқауымызға болады. Ал бізде патогенезі тағы да салынған. Мына АБ түйінде осындай реэнтри пайда болады. Мысалды қарап көрсек, бізде суженный QRS комплекстары и шешелері жоқ. Қарап отырсаңыз, одно единое болып кеткен. Тағы да мысал ретінде бірінші отведениеде осылай көрінеді, екінші отведениеде осылай көрінуі мүмкін. Мынаны бізде торсадес де points деп айтамыз. Яғни бұл состояние өте ауыр. Клиническая смерть кезінде осындай көріністі көрсек болады. Сол үшін біз дефибриллятор қолданамыз. Осы торсадес де pointsті жою үшін. Мынау яғни жүрекшелерде орналасқан реэнтри түрлерін көрсетіп қойған. Және трепетание кезінде міне нижнеполая және верхнеполая вена арасында осылай байланысады. Бағанағы суправентрикуляр тахикардия кезінде осылай дәл АБ түйінің бойында реэнтри пайда болады. Жүрекшелік тахикардия кезінде осындай сол жақ жүрекшенің құлақшасында болуы мүмкін. И бізде Вольф-Паркинсон-Уайта деген синдром бар. Оны біз тағы да толық көрсететін боламыз. Міне ол қандай көріністе көрінеді. Ең бірінші бізде дельта толқынын байқасақ болады. Ол бір текпешек секілді, міне қарап көрсеңіздер, QRS комплексінің үстіне осылай шығып ступенька секілді көрінеді. Бұл неге пайда болады? Мына суретке қарайтын болсақ, ВПВ синдромы кезінде импульс, синатриал түйінде пайда болған импульс осылай сол жақ жүрекшеге келген кезде ол АБ түйінге бармай, қосымша жол арқылы сразу қарыншаға кетіп қалады. Яғни осылай жүретін болады импульс. Соның әсерінен қарыншаларда QRS комплексінде осылай ступенька пайда болады. Яғни бізде қалыптадағыдай осылай болудың орнына бізде мынандай ступенька пайда болады. Екінші жағынан QRS комплекстері расширены болады, яғни ұзарған болады 0,2 секундтан. Және PR қашықтығы қысқарады. Себебі жүрекшеден импульс өткеннен кейін ол қосымша жолдар арқылы қарыншаға өтіп кетеді. Екіге суреттен қарасаңыздар болады. Осындай ступенька көріністерді байқауымызға болады. Инфаркт миокарда. Оны өтпес бұрын біз жүректің қанмен қамтамасыз етілуін қарауымыз керек. Жүректе қандай қан тамырлары болады? Сол жақ бөлігі жүректің және оң жақ бөлігін екіге ажыратып аламыз. Яғни дәл аттас сол жақ бөлікті сол жақ коронарный артерия, оң жақ бөлікті оң жақ коронарный артерия қанмен қамтамасыз етеді. Бұл қан тамырлар өзінің устьясынан, яғни ең бірінші аортадан шығатын қан тамырлар арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Яғни дәл систола емес, диастола кезінде, яғни аортаның клапандары қайттан жабылған кезде қан осы тамырлар арқылы жүрекке қанды айдайды. Сол жақ коронарный артерия, оны біз main coronary artery деп айтамыз. Осылай белгілеп қойсақ, яғни общая левая коронарная артерия. Ол өз кезегінде екіге бөлінеді. Сол жақ алдыңғы төмендеген артерия, немесе оны интервентрикуляр, яғни қаншаралы артерия деп айтамыз. Осы тұрған. Және екінші артерияға бөлінеді, ол огибающая, яғни left circumflex artery. Ол осылай жүректі бүйірінен қармап алады. Екінші артерия ол оң жақ коронарный артерия. Ол оң жақ устьядан шығады. И одан маргинальный артериялар бөлініп шығады. Мына left main coronary artery, передняя, circumflex artery, бізде RSA.
Енді мынау ЭКГ суреті берілген. Әрбір отведение жүректің қай бөлігіне жауап береді. Осы ЭКГ снимка қарап көрейік. Ең бірінші оң жақтан бастайық. Мынау 2, 3 және АВФ. Оны бұлай қарап көрсек, жүректің оң жақ бөлігіне сәйкес келеді. Бізде себебі оң жақ қарынша жүректің оң жағынан түсіреді. Бұны біз немесе осы бөліктерде инфаркт болса, біз оны нижний инфаркт деп айтамыз. Нижний немесе диафрагмальный инфаркт деп айтады. Нижний диафрагмальный деп. Егер осы бөліктерде инфаркт болса, біз екінші, үшінші АВФ-та подъем көретін боламыз, подъем сегмента СТ. Дәл сол секілді, егер бірінші және АВЛ, ол бізде нақты белгілеп алсақ, міне бір тұр және АВЛ. Бұл көбінесе мынандай латеральный, яғни шеткі бөлігін түсіреді. Нақтырақ айтатын болсақ, жүректің сол жағын түсіреді деп те айтсақ болады. Осы бөліктерде инфаркт болатын болса, бір мен АВЛ-да подъем көретін боламыз. Дәл сол секілді, грудной отведениеде В1, В2-де инфаркт болса, біз осы жерлерде подъем көретін боламыз. Себебі жүректің оң жақ бөлігіне тиесілі. Дәл сол секілді В3, В4, бұны біз сол жаққа жатқызсақ та болады, сол жақ қарыншаға. Бірақ көбінесе бұл жүрек түрткісіне және де interventricular muscle-ға, яғни қарынша аралық бөлікке де жауап береді. Осы бөлікте инфаркт болса, подъем көреміз. Және В5, В6 дәл сол секілді латеральный немесе жүректің сол жақ бөлігіне тиесілі. Сол жақ бөлігінде инфаркт болса, осы жерде подъем көретін боламыз. В7, В8, В9 бұл көбінесе сомнительный инфаркт болған кезінде қосымша ЭКГ-ні түсіруге арналады. Жалпы ЭКГ-да инфаркт болған кезде қандай көріністерді көреміз? Ең бірінші, қарапайымнан бастаймыз, нормадан. Одан кейін жедел инфаркт болған кезінде ол бір минут ішінде болады. Ол кезде бір минут ішінде біз ЭКГ-ға түсіретін болсақ, осындай СТ сегментінің өте жоғары подъемын көреміз. Адам мысалға инфаркт алды, сразу түсірген кезде осындай көрініс береді. Одан кейін жеделдеу деп айтамыз. Бұл жерде уже подъем бізде көріне бастайды. Бұл бір минуттан бір сағатқа дейін осындай көрініс болып тұрады, инфаркт. Одан кейін уже бір сағаттан 12 сағат өткен, бір сағат пен 12 сағаттың арасында бізде уже патологиялық ку шешесі пайда бола бастайды. Дәл сол бұл патологиялық ку ол жүректе некроз болып жатқанын көрсетеді. Және СТ сегментінің подъемы сақталады. Уже бірнеше уақыт өткеннен кейін, ол уже бір күн болуы мүмкін. Ол кезде патологиялық ку уже необратимый. Яғни ол уже ешқашан жоқ болып кетпейді. Осындай сақталады, уже СТ сегменті қалпына келе бастайды. Және Т шешесінің төмендеуін байқауымызға болады. Бұл уже жедел фаза деп те айтуға келмейді. Бұл жағдайда көбінесе через баллонный ангиопластика, яғни стенд қоя бермейді. Яғни науқастың жағдайына қарау керек. Уже апталап, айлар өткен кезде бізде тек патологиялық ку шешесі сақталады. Бір суреті сіздерге оңай болсын деп осындай шпаргалка дайындап қойдым. Өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Яғни мен нижний инфаркт болған кезінде қандай отведениелерде подъем көреміз және қай артерия зақымдалады. RSA, яғни right coronary artery. Дәл сол секілді передний инфаркт болған кезінде В1, В4-тің арасында, В1, В4 отведениелердің арасында подъем көреміз және бұл LAD-ге байланысты, яғни left anterior descending artery. Латеральный инфаркт ол бірінші АВЛ және В5, В6-ға тиесілі, яғни ол циркумфлекс, огибающий артерияға байланысты. Қандай маркерлерді білеміз? Яғни тропонин I және тропонин T. Тропонин I ол алғашқы 2-4 сағат ішінде жоғары болып тұрады. Біз көбінесе тропонин I-ды қолданамыз. Ең жоғары уақыты 24 сағат ішінде және уже 7-10 күн ішінде жоғарылайды. Одан кейін ол уже қанда жоғалып кетеді. Тропонин ол бізде некрозды білдіреді. Жүрек миоциттері некрозға ұшыраған кезде тропонин қанға бөлінеді. Дәл сол секілді екінші көрінісі. Біз көп қолдана бермейміз, бірақ ол да 3-6 сағат ішінде подъем береді. Ең жоғары уақыты 24 сағат ішінде. 24 сағатқа жеткен кезде ең жоғары көрсеткішті береді.
алғашқы ең бірінші адам инфаркт алған кезінде бастапқы уақыттарда аритмия туғызуы мүмкін. Сол үшін науқастарға жедел көмек көрсету керек бастапқы кездерде. Егер инфаркт уже 3-7 күн өткен болса, ол жерде тыртық пайда болады, яғни rupture. Ол кезде тампонада туындауы мүмкін, яғни триада бека деген бар. Гиповолемия, жүректің тондарының әлсіреуі және югулярный веналардың ісініп кетуі. Және жүректің клапандары жалғанатын бұлшықеттерде осындай тыртық пайда болуы мүмкін. Ол уже клапанның жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін. Уже апталар өткен кезде аневризмаға дейін туындауы мүмкін қарыншалардың. Дәл сол секілді уақыт аралығында қандай өзгерістер пайда болады. Бізде маркерлар тропонин қалыпты 0-ден 0,04-ке дейін ғана болуы мүмкін. Одан жоғарылап кетсе, уже біз инфарктты ойлауымызға болады. Оны өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады, сіздерге керек болады. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз пайда болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.